Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет жұмсақ болып шығатын сүзбелі сочниктердің рецептісімен бөлісемін. Ең бірінші ситыдан өткізілген ұнымызға соды салып, және жұмсақ майымызды салып, қолмен жақсылап крошка етіп тесто жасап аламыз. Содан кейін бөлек ыдысқа қаймағымызды, жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып, жаңағы құрғақ тестомызға құйып, оны жақсылап тесто жасаймыз. Дайын болған тестімізді екі бөлікке бөліп аламыз. Өзімізге керек мөлшерде кесіп аламыз. Менде 16 штук шықты. Егер де кішкентай алсаңыздар, одан да көбірек шығады. Және де қолмен осы шарик етіп жасап алып, тақтайға салып, холодильникке салмасын дайындағанша салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Творогқа қаймақ және жұмыртқаның ағын саламыз. Қант салуымыз керек. Менде тәтті творог болғандықтан мен қант салған жоқпын. Бір қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып, салмасы дайын. Дайын болған тестімізді аламыз және оның ішіне салмамызды салып, осындай әдемі сочниктерді жасаймыз. Сочниктерімізді противнаға салып, беті қызару үшін жұмыртқаның сарысын жағамызда 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Дайын болған сочниктерімізге әдемі болу үшін бетіне сахарный пудр сүйіп қоямыз. Осы рецептпен міндетті түрде пісіріп көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.